Кезектегі 73-ші сұрау. 120 грамм 20%-лі һәм 80 грамм 50%-лі ерітпелер араластырылды. Пайда болған ерітпенің процент концентрациясын есаплан. Енді концентрациясын есаплағанымызда формуласы С процент тең еріген заттың массасын ерітпенің массасына бөліміз керек еді. Һәм оны 100-ге көбейтеміз. Енді бізге еріген зат керек, еріген заттың массасы керек. Жаңадан пайда болған ерітпенің еріген заттың массасы керек. Һәм бұларды азы тауып аламыз. 120-ны 100%, 20% x. X-тен бұдан 24 шығады. Ал 80 деген 100%, 50% x. X-тен бұдан 40 шығады. Ал екеуін қоссақ, еріген заттылардың массалары 24 қосу 40, ерітпелердің массасы 120 қосу 80. Көбейту 100. Бұл 64 бөлу 200, көбейту 100. Екеуі қысқарады, 2, 64-ті 2-ге бөлсек, 32% шығады. Жауап Б. Демек, кезектегі 81-ші сұрау. Белгісіз екі валентлі металл сульфиді сол ерітпесінде тұздың масса үлесі 8 бөлу 17. Егер ерітпе құрамындағы кислород атомлар санының водород атомлар санына қатынасы 0,7-ге 1 болса, белгісіз тұзды анықлаң. Демек, бізде металл сульфат екі валентліген, һәм ерітпедегі су бар. Ерітпенің құрамындағы еріген заттың масса үлесі 8 бөлу 17 дейді. Бұл дегені 17 грамның 8 грамы металл сульфат дегені. Ал 9 грамы су дегені. Бұл жерде және не беріп қойған? Водород һәм кислород атомлар саны қатынасы 0,7-ге 1 делінген. 0,7-ге 1 болса, водород 0,7, кислород 1 делінген. Енді қарайтын болсақ, водород тек суда бар, кислород бұл екі бірікпеде де бар. Онда біздер судың құрамында водородты тауып алайық. Демек, 18 грамм судың ішінде атомлар саны, 2 атом бар. Бұл бізде наоборот жазып беріппіз. Бұл кислород, бұл водород. Бірінші кислородты айтқан, кислород атомлар саны. Демек, 18 грамм судың ішінде 2 атом водород бар. Ал 9 грамм суда неше атом водород бар? Бұл 1 атом болады. Ал енді бұл бірді біздер мына жерге әкеліп қойсақ, бізде кислород, судың құрамындағы кислород. Бізде общий кислород неше екенін тауып ала аламыз. Бұл жерде 0,7 екен. Демек, осы әммесінің ішінде 0,7 моль, яғни 0,7 атом кислород бар екен. Кислород бар екен. Енді водород тек суда болғанлығы үшін бүйтіп сондай қылып тауып жатырмыз. Енді біздер судың құрамындағы кислородты тауып алайық. 18 грамм болған кезде бір кислород бар. Ал 9 грамм болса қанша болады деп табатын болсақ, 0,5. 0,5 атом кислород болады екен. 9 грамм суда. А біздерде екеуі үшін общий 0,7 еді. Содан 0,5 судыкын алып тастаймыз. Алсақ 0,2. Бұл тұздікі. Тұздың құрамындағы кислородтың атомы.
сол 8 грамм болған кезде 0,2 атомға тура келіп тұрыпты мында. 8 атом болған кезде 0,2 атом. Құрамда 4 атом бар. Мұнда бұл қанша болады деп табатын болсақ. Так, 16, 160. Демек, 160 грамм болған кезде 4 атом болады екен. 160 деген бұл жерден эмері келіп шығады. Эмерінен 96-ны алып тастасақ, бұл жерден 64 мыс деген жауап болады. Демек, жауап мыс сұлфат екен, Б жауап болады. Демек, кезектегі 85-ші сұрау. Кислород атомлар саны 5,8 N авогадро болған 10%-лік калий гидроксид ертпесінің массасын табың делінген. Енді біздер енді ертпесінің массасын білмейміз, соның үшін калий оғаш һәм судан да барады ертпеміз. Емері 56. Біздер бұл общий массасын мына калий оғашқа еселі сан қылып алғанымыз мақұл. Мысалы 112 x грамм деп алсақ. Еселі қылып алғанымыздың себебі біздер қазір есептеуіміз аңсат болу үшін. Демек, 112 x дегеніміз 100%, 10% x. Ол 11,2 x грамм болады. Ал 90% қанша болады деп табатын болсақ, демек, бұл жерден 100,8 шығады. X грамм. Демек, суымыз 100,8 x грамм. Калий оғашымыз 11,2 x грамм. Демек, бұл жерден калий оғашының молін тауып алайық. 11,2 x-ті бөлеміз 56-ға. Бұл 0,2 x моль болады. Ал судқа енді 100,8 бөлінген 18. 5,6 x болады. Моль. Енді бізде калий оғашының молін таптық, 0,2 x екен. Кислород 1 болғанлығы үшін 0,2 x-ті көбейтеміз 1-ге. Қосамыз 5,6 x көбейту. Бұның құрамында кислород біреу, соның үшін 1-ге көбейтеміз. Нәтижеде бұл 5,8 шығу керек. Екеуін қоссақ 5,8 x тең 5,8 x тең 1 шығады екен. Ал бізге нені сұрады? Біздерге ертпенің массасын грамда табың деді. Соның үшін біз ертпенің массасын 112 x деп алып едік. 112-ні көбейтеміз 1-ге. 112 шығады.